Елімізде еңбек өтілі жоқ, тәжірибесі жас мамандардың өзі 1 миллион теңге жалақы алады. Айлығы жоғары қызметтер туралы Экспресс-ка жазды. Жастар арасында сұранысқа ие ваканттық орын сату маманы. Мәселен, алматылық компания клиентпен жұмыс істейтін қызметкеріне 1 миллион теңге жалақы төлеуге әзір. Талаптары: екі тілде еркін сөйлеуі, сауаттылық, қоғаммен тез тіл табысатын, компьютерді меңгерген. Болды. Қарағандылық кәсіпорында 380 мың теңге айлық ұсынып, даяшы іздеп жатыр. Ал кеңсе қызметкерлерінің жалақысы сәл төмендеу, 70 мың теңгеден басталады. Бір қызығы, мұндай вакансияларды иемдену үшін жоғары білім қажет. Рас, дипломы жоқтардың айлығы оқу бітіргендерге қарағанда көбірек. Стоп, оқудан шығып кетіп жүрмеңіз. Ақпараттық технология, IT, интернет, мультимедиа мамандары ыстық бәліш сияқты өтіп жатыр. Айлығы $1000 басталады. Сонымен, егер жақсы ақша тапқыңыз келсе, сүйікті ісіңізбен айналысыңыз, өйткені ол міндетті түрде жемісін береді. Материалдың толық нұсқасы